Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті достар, біздің баяғы бала кезімізде, сол 4-ші класс, 5-ші класс оқитын кездерімізде өтіп атқан тойларға не жетсін десеңші. О кездердегі тойды жүргізуші тамадаларды айтсаңызшы. Не бір ойын сауықтарды ұйымдастырып, өлең айтқызып, жағы сөз береді, сөзден кейін өлең айт дейді. Оны жағы күйеу балаларды шақырған кезде бір өзің қалжың сөздермен шақырып алып, жағы той істеп атқан адамның құрдасын шақырған кезде оғанда бір қалжың сөздерді айтып, беташар істеп, не бір жағы бір жақсы сүйсініп қарап тұратын тойларды істеуші еді. Соған біз қызғып қарап тұратынбыз. Тойдың басынан баратынбыз да, аяғында бірақ қайтатынбыз. Бізге бірақ бізді тойға отырғызбайтын о кезде. Тойға отырғызса, столды біз тазалап кетіп қалуымыз мүмкін да. Біз сияқты балалар көп тұрамыз. Жаңа жерде әрбір столға жастардан қойып қойған қызмет ететін. Бізді жолатпайды жанына. Жоласақ, мынау қалта деген терең, қалта бар, екі жанымыз қалтасы бар, балалықтай. Тойды сыпырып, тойдың үстіндегі анау қонақтар жейтін кәмпит бар ма, не бар ма, осы қолымызға түскен бәрін қалтамызға сап тастайтынбыз. Міне бала кезіміздегі той. Сол істеліп атқан тойға көрші де қарық, бала да қарық, өздері де қарық, қонақтар да қарық болып ататын. Қазіргі тойшы, ресторан дейді анау. Той ашар, бет ашар, анау ресторан, мынау ресторандарға болып атыр той. Өрдегі тойды жүргізушілерді қазір тамада демейтін болыпты, асаба деп қоятын болыпты, асаба. Асаба. Беті жоқ бәлелер, осылар, беті жоқ. Тойда не бір бәлелер істеді батыр. Қыздар манан балаларды мынандай қылып, елдердің киім шешкізіп билеп, үйтіп атқан кездерде бір қыз қызып кетіп, іш киім шешіп берген ғой жаңа. Фалақ кеткізіп. Мен бұның алдында бір видео жазғам, сол видеода айттым. Тойларымызда қыздар, арсыз қыздар пайда бола бастады. Іш киімін шеше салып, желпіп, тамаданың мұрнына искете салады деп, мен әтей айттым осыны. Тамаданың мұрнына қыздардың түрсігін искеткен емес, тамаданың мұрнына әжетханадан әкеп нәжасты құйып жіберу керек. Бетсіз тамадалар көбейіп кетті. Мынандай той болатын болса, атасынан ілет бұндай тойдың. Ол жерде жас қыздар жүр, жас балалар жүр, жас қыздар жетектеп барады. 5-ші класс оқитын қыз, 3-ші класс оқитын қыздарды барады. Солардың көзінше не бір ұятсыз нәрселер болып атады. Ас-аба деп ат қойып алған. Атаңан ілеті, шайтан абасыңдар сендер. Шайтан аба, асаба емес, шайтан аба. Сендердің анау еркектер шалбарын шешіп қойып атыр ғой. Сол шалбарын шешкен кездерде арт жағына тұмсықтарын тығып қою керек, сондай той жүргізіп атқандарың үшін. Бет қымат сендерді асабалар, Неменеге халықты бұзуға, халықтардың бұзылуына сендер себеп болып атсыңдар. Ұят қымат сендерге. Мынау биліктегілер әдеп жағы иман келтіріп, қайтсем Аллах тағаланың разылығын табамын деп, ұятсыз жерлерін бәрін жауып, қымтап мынандай жерлерін, орамал мананда шаштарын қымтап, Аллах тағаланың құлшылық қылып атқан қыздардың соңынан түсе бергенше, осындай тойлардың соңынан түспейсіңдер ме? Барып, прям сол жағы неге тойдың болып атқан жеріне шалбарын шешіп лақтырып жүрген жағалар жігіттерді құда болсын, құдағи болсын, апарда қамап таста. Анау құдашалар барып сөйді түрсүйін шешіп қояды дейді ғой. Оларды апарды түрсүйін мойнына іліп қойды, оларды қамап таста. Қамамайтын адамдарды апарып қамайсыңдар да, қамалатын адамдардың бәрі көшеде жүр, ұятсыз адамдар. Астананың қақ ортасына барды да, біреусі жағы іш киімін шешіп алды да, бұлай желпіп, исін биіктегілер қарат ұшырып алды да, түрсімен ары қарата жөнеді де кетті. Бұл қыз неге айыппұл арқалаған жоқ? Бұл қыз неге енді жағы қылмыскерге есептелінген жоқ? Одан бір ақын қызымыз айтқан еді, елдің бәрі қазақтардың басына
аяғын сүртіп кетіп отырды. Бір депутаттың ұяты оянып кетіп, ой, сен не деп жатсың қазақтардың атынан? Сен неге саясатқа араластың сен? Аузыңа байқап сөйле, деп айқайлап кетіп еді. Сөйтіп айқайлап жүрген кездерде бір Қытай барды да тұмсықтарыңның астына барып бажылдату тұрып сүйіп жатыр. Ей, тоқтат, Қытай, сүйме деген бір биліктен адам көргеніміз жоқ. Сүйіп, үндемей сөйерден кетіп қалды. Әне. Қазір осындай замандар болып атыр, жігіттер. Не десеңдер, о деңдер. Қазір сақал қойсаң, қолдарына метр алып тұрып, сақалының ұзындығы мынандай, сақалының ұзындығы анандай, сақал өлшейтіндер көбейіп кеткен. Көздері метр болып қалған, сақалының ұзындығы пәлен метр, пәлен сантиметр деп өлшеп жүретін адамдар көбейіп қалды. Сақалда не шаруаң бар? Еркекті көріңіз, міне, көріп алыңдар, еркекті көріңіз. Сақал, Аллах Тағала біздің иегімізге сақал шығарып қойған болса, біздің не күнәміз бар? Бар, Құдаймен жанжалдас. Неге сен сақал қойғандардың тұмсығына сақал шығарып қойдың деп. Біз барып Арабстаннан сатып алып келіп, бүйтіп жағы жасырып қойғанымыз жоқ қой сақалды. Сақалды Құдай біз еркексің деп тұмсығымызға шығарып қойды. Біз енді еркексің деп тұмсығымызға сақалды шығарып қойғаннан кейін біз еркекке ұқсап жүруіміз керек. Сақалды алып тастап жағы қатындардың ортасында кетіп бара жатса, қайсысы еркек, қайсысы қатын екенін ажырата алмай қалып жатыр қазіргі кезде. Жағы бір алым кісіге сауал қойды. Сол отырыста мен де болған едім. Еркек адам сақалын алып тастап жүрсе қандай болады деп сауал қойып еді. Сөйтіп еді, бір әйелді алып келіп деді, реңді симпатичный деп қояды мынау. Қазір мына біздің биліктегілер реңді сұлу деген сөзге түсіне бермейді. Сондықтан симпатичный бір әйелді алып келіп, шашын тықыр қылып алып тастаса қандай көрінеді деді. Сауал қойған адам айтты, өте жаман көрінеді деді. Сақалды алып тастаса сондай көрінеді деді. Мынау бір жігіт балдызына қарындасына болса керек, қарындасына шығарған өлеңі бар. Аршыған жұмыртқадай аппақ болып деген, солдай енді сақалымызды қырып тастап, қарындастардың, балдыздардың тұмсығына ұстап, құсап, аршыған жұмыртқадай болғаннан гөрі, бір кішкене еркекке құсап, мужской вид, міне көрдің бе? Міне көріп алай. Сақалға қарсы шығып атқандар, орамалға қарсы шығып атқандар. Орамал шүпірек, баяғыдан келатқан мақал біздерде, қазақта. Шүпірек адамның көркі дейді. Сақал еркектің көркі. Шүпірек әйелдің көркі. Соны біліп алыңдар. Шүпірек әйелдің көркі. Сақал біз сияқты мужиктердің көркі. Мужик. Сондықтан сақалға, орамалға әдеп тиісе бермеңдер. Бұл орамал Аллах Тағаладан келіп атқан парыз. Аллах Субхан Аллах Тағала менен әдеп жағаласа бермеңдер. Аллах Субхан Аллах Тағала сол орынға отырғызмаса, отырған орныңа билікке апарып отырғызып қойды ма, сәл сөйлді сабыр қылып, байсалды болып, кішкене мынандай серьезный болып отырса, әдеп анаған да тиісіп, мынаған да тиісіп, деп барлығына тас атып, айқалап, сөйлеп, не қажеті бар ей? Отырмайсың ғой, өмір бойы отырмайсың ғой, ертең тек мейлі өлгеніңше отыр. Өлгеннен кейін бәрі кресло қалады ғой сенен. Аллахтың алдына барасың. Енді бір күйіп кеткен адам айтқан екен да осы дінге тиісе беретіндерге. Керуен жүрет, ит үрет деп. Шындығында да осындай тірліктер. Біреудің есігінің алдынан керуен жүріп баратса, ит үріп алады да үйіне кіріп кетеді. Сол сияқты мынау діннің керуеніне, діннің кетіп баратқан керуеніне үріп атқан адамдар үріп жүріп, Аллах Субхан Аллах Тағаланың алдына барасың. Аллах Тағаланың алдына барғанда қарсы шыққаның үшін, дінге қарсы шыққаның үшін жазаңды аласың. Бұл басқа ештеңе дей алмаймыз. Ал жақсы, сау саламатта болып тұрыңдар. Ей асабалар, кішкене сендерге де бір ақыл кірсін, ұят кірсін деп айтып отырмын. Сендерде ұят та қалмады, жаңағындай сана да қалмады, ештеңе қалмады. Сендер анау шайтандардың братчикалары болдыңдар. Тойда не бір бәле батырлардың барлығын бастап баратын сендерсіңдер. Сол ұятсыз анау елдердің бәрін шалбарын шештіріп билетіп, киімдерін шештіріп билетіп, жаңағындай анандай
үлдірек прозрачный көйлек киіп алып жағы ішін бәрін көрсетіп алып билеп жүрген қыздарды көргеннен кейін ана қызды қозып кетті де бұтындағы түрсүйін шешіп жіберді, сен тұмсығыңа ілді де тастады, иісін сен тұмсығына етіп қойды. Сондықтан сендер де жөнделіңдер, осыны сендер жөнделсін деп айтып отырмын. Түсіндіңдер ме? Немене тойды басқарған осы екен деп жағы бүткіл жағы мына миыңдағы жатқан мусордың бәрін тойдың ішіне лақтыра берме. Тойдың егесі қайда қарап отырады деймін, осыларға жағы егелігіне беріп қойып, тойды қалай болса солай басқартып қойып. Деп көтіне бір теп қуып жүру керек қой да асабалардың. Жағы түрсүйін шешіп жатқан қыздардың түрсүйін жағы құлағына түрсүйді екіге бөліп, екі құлағына іліп шағымарс деп қуып жіберу керек қой. Бет қамады ғой мына асаба дегендерге, асаба дегендерді. Беттері қамады. Бұларды биліктер қоштап отыр ма? Неге осыға дейін биліктегілер осы асаба деген бәлелерді қолғамайды? Айыппұл сап жіберу керек, үш тарапты үстіне сала бер. Тапқан ақшасынан да асырып тұрып сал, өнген тойды қандай қылып басқарар екен. Баяғыда біздің бала кезімізде тойлар болған. Біз о той басталмай жатып барып алатынбыз. О тойды аяқтап, болды, қайтыңдар деп светті өшіргенге дейін біз тойға қарап тұратынбыз. Бала кезімізде 4-ші класс, 5-ші класста от қызық той болатын. Телевизор көріп тұрғандай, азаннан кешке шейін, кештен таң атқанша біз тойды көріп тұратынбыз, қарап тұратынбыз. Тойдың өтіп атқандарын. Охо. Мынау бізге жиен болып келетін Аманбек деген атамыз бар. Соның балалары үйленіп атқандағы тойға мен әлі күнге дейін есімде барып тұрдық. Енді жаңағы тойды өте тамаша өткізді. Одан бала кезіміз бізге аяқ киімді тек қана осы бір балалық шағым осыны есімде қалып кетті. Осыны айта қояйын деп отырмын да. Бізге мектепке баратын кезде аяқ киім әперетін. Болмасам мектеп тарқағаннан бастап мектеп қайтып басталатын уақытқа дейін біз жалаң аяқ жүре беретінбіз. Мынау онша-мұншамдан тікірейіп тұрған тікенті порт деп сындырып кететінбіз. Табанымыз қатты массаж жасалып қалатын ғой. Той болып қалды деді енді. Қарындас әпкем бар 59 жылғы. Оның аяқ киімі бар. Марқұм болып кеткен ағам бар еді 60 жылғы. Оның аяқ киімі бар екен. Менің аяқ киімім жоқ екен. Содан кейін 58 жылғы ағам бар еді. Физкультураға киетін кетасын қойып қойған екен. Сол кетаны киіп алдым мен. Тарс дегізіп. Өзім аяғым кішкентай, кета деген ояқта. Ол ағамның аяғы деген үлкен аяқ енді. Сонан кейін ана екеуінің ортасына түсіп алып жағы кетаны сол кетіп жағы Байдалиев Жамалбек ағаның бір баласының тойы болып атты. Сол тойға кіріп барғам ғой мен. Жағы жерде ағам деген ойбайлап атып шықты. Ай, жоғал, ай, құрт ана кетаңды құрт. Кеткім келмей тұр да. Той өте қызық. Аяғымда кетем жараспай тұр. Бірақ той деген өте тамаша өтіп жатыр енді. Тойды қарап тұра бергім келеді. Ағам деген қолымнан жеткізіп деген күйді әкеліп, кетаммен қосып үйге қамап кеткен кездері болған. Міне балалық шағымыз өсіп өткен. Жақсы тойларға біз қарағанбыз. Міне болған оқиғалармен байланыстырып сіздерге айтып бердім. Тойдың ілгеріде қандай болып жатқанын, қазір қандай болып жатқандарын өздеріңіз көріп жатсыздар. Өңкөй жағы ешекбас маймыл асабамын дегендер барып алып, елдің шырқын бұзып, тойды ұятсыз жерлерге әрдеңелерді ойластырып алып келіп, дәптерде жазбаған мынандай нәрсе өткіземін, мынандай нәрсе өткіземін деп, бүткіл ұятсыз нәрсенің бәрін тойдың үстінде өткізіп жатыр. Ұят пен иман бірге. Иман болмаған жерде ұят болмайды. Естіңіздер ме? Иман болған жерде ұят болады. Имансыз, ұятсыз асабалар. Түзеңдер мінез құлықтарыңды. Ашыңдар мына миды. Құдайдың алдына барғанда жауап беріңдер. Соншалықты адамдардың ортасында жағы ұятсыздық нәрселерін бәрін көрсетіп атқандарың үшін.